Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Мен алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәнінің оқытушысы Қанапиянов Әділ Ғаділұлы. Бүгінгі бейне сабақтың тақырыбы тыныс алу жолдарын қорғау құралдары. Тыныс алу мүшелерін қорғау құралдарына газ тұмылдырықты, оның респиратор, оның мата пердемен мақта дәкке таңғыш сияқты құралдар жатады. Газ тұмылдырық, ол жалпы әскери газ тұмылдырық бізде тыныс алу мүшелерімен бет пен көзді улағыш заттардан және де радиоактивті шаңнан қорғауға арналған. Газ тұмылдырықтың құрылысы бірінші бет бөлігі сүзгілесі сіңірюқты мата қапшық, тыныс алу тығыны, сөйлеу құрылғысы, дем шығару тығыны, тығындағыш, маңдай бауы, таратпа бау, жеке бау, оның сөмке жатады. Газ тұмылдырықты ең бірінші кию үшін газы деген командасы арқылы киеміз. Газ деген командасы берілгенде көзді жұмып, демді іште сақтап, газ тұмылдырықты алып шығамызда, бас бармағымыз сыртта, 4 саусағымыз іште, бұлай керіп, иектен бастап көк желкеге дейін тартып киеміз. Оның кейін ең басты айтып кететін киіп болғаннан кейін демді шығарып, содан кейін барып көзімізді ашу керекпіз. Одан кейін бұл газ тұмылдырықты жинау, ережесін көрсетейін, жинау үшін бірінші көзі әйнектен болғандықтан көз әйнегін жабамыз. Екінші көз әйнегін жабамыз да сөмкеге осы күйінде дұрыстап саламыз. Содан кейін сөмкені орағанда қырын келтіріп ораймызды. Сөмкені оң иықтан сол жақта түсіремізде, сөмкеміз біздің сол жақ бөкседе ременнің белдік бауын ұшында тұру керектіне бұлай. Содан кейін газ деген командасы берілгенде көз жұмып, газ шешкенде керісінше иектен жоғары қарай шешеміз. Дәл мен жаңа шешкенімдей газ тұмылдырықты осылай шешеміз. Сақтау салу ережесін осылай саламыз. Үшінші, тыныс алу мүшелерінің қорғаудың қарапайым құралы. Ол қолда бар затпен бинтпен, одан кейін мақтамен бұлай жасаймыз. Қазір сіздерге жасау көрсетемін. Бинтті аламызды. Бинтті алып, бастың көлемінде 80-90 сантиметрде ұзындықты аламызда, оған кейін жайып қойыңызда қиып алып ортасынан екіге бөліп бұның үстіне мақтаны
2 сантиметр қалыңдықты мақта қойып, оның үстіне қайтадан жаңағы дәкеміз бинтті қоямыз да қолда бар заттармен өстіп өзімізге маска жасап тағып, бұл қолда бар заттармен жасалатын маска. Қазір бұл тыныс алу мүшесін қорғаудың қарапайым құралы және көрсеткен бұл шаңнан және де вирустардан ғана қорғайды. Бұл биологиялық улы заттардан қорғамайды. Ол үшін және жоғарыда айтып өткен газ тұмылдықтары қолданамыз. Бүгінгі сабақта біз тыныс алу мүшелерін қорғау құралдарымен және де газ тұмылдықты қалай пайдалануды үйрендік. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.